Артық салмақтың пайда болуының бірден бір себебі іштегі құрттар болуы мүмкін. Паразит сөзі гректің паразитес, арамтамақ немесе жатып ішер деген сөздерінен шыққан. Бұл тірі организмдер адамның ішкі ағзаларында да, тіндерінде де болады. Мұндай құрттардың әсерінен ауыр дертке шалдығып, адамның өліп кетуі де ғажап емес. Ағзада құрттар пайда болса, семіздіктен арылуға ешбір диетада, аштықта көмектеспейді. Сол себепті де ең алдымен іштегі құрттарды тазалау керек. Ол үшін сізге мына азық-түліктер көмекке келеді. Аталмыш азықтар табиғи жолмен ағзаңызды паразиттер мен шлактардан тазартып, денсаулығыңызды нығайта түседі. Осыдан кейін артық салмақтан да арылатын боласыз. Зиянды паразиттер мына азық-түліктерден қорқады. Қалампыр. Аталмыш өсімдіктің арықтау үшін тигізер пайдасы мол. Әсіресе қалампыр тәбетті басуға жақсы көмектеседі. Қалампырды арықтау кезінде түрлі тағамдарға дәмдеуіш ретінде қосқанда артықтық етпейді. Көптеген дәмдеуіштер тәбетті ашатын қасиетке ие болса, қалампырдың керісінше тәбетті басатын кереметтей қасиеті бар екен. Оны тек демдеп ішіп қана қоймай, эфир майымен массаж қабылдап, целлюлиттен де айығуға болады. Қалампырдан тұнба дайындау үшін бір ас қасық ұнтақталған қалампыр, 1 стакан қайнаған су қажет. Қалампырға қайнаған суды құйып, 3-4 сағат тұндырып қоясыз. Содан соң тамақтанудан бұрын 1-3 қатнаста стаканнан жылы күйінде қабылдайсыз. Сонда ағзада зат алмасу жүйесі жылдамдап, арықтауға ықпал етеді. Артық салмақтан арылуға мына тұнба да айтарлықтай әсер етеді. Жарты ас қасық ұнтақталған зімбір тамыры, 1 ас қасық көк шай, 1-4 қатнаста ас қасық ұнтақталған қалампыр. Осы қоспаларды керамикалық шәйнекке салып, 500 мл қайнаған су құйыңыз. 15-20 минут тұндырып, бір шыны тұнбаға 1 тілім лимон қосып ішу керек. Күн сайын 200 мл ішкен жеткілікті. Осының өзі арықтауға көмектесіп, ағзаны тазалайды. Сарымсақ. Егер сарымсақты күн сайын жейтін болсаңыз, ағзаңызда құрттар да, вирустар да қалмайды. Өйткені сарымсақта өте белсенді зат алиин бар. Мұны Швейцария ғалымдары сонау 1947 жылы дәлелдеп қойған екен. Денсаулығыңыздың мықты болғанын әрі мүсініңіздің сымдай тартылғанын қаласаңыз, сарымсақ жеуді бүгіннен бастаңыз. Сарымсақты үзбей жейтін адамдардың ағзасында мына процестер жүреді. Майлар ыдырайды, метаболизм жақсарады, зат алмасу жүйесі жақсы жұмыс істей бастайды. Ағзадағы артық сұйықтық шығады. Ашы жусан. Ашы жусан өте күшті паразитке қарсы қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Ол әсіресе ішектегі құрттарды өлтіруге қауқарлы. Жусаннан дайындалған эфир майының құрамындағы туян затының көмегімен зиянды құрттарды жоя алады екен. Ал арықтау үшін жусанды мына әдіспен дайындайсыз. Кептірілген өсімдікті ұнтақтап, 2 шай қасығына 300 мл қайнаған су құясыз. Сосын сыртынан матамен орап тұндырып қою керек. 30 минуттан кейін тұнба да дайын болады. Сүзіп алғаннан кейін тұнбаны тамақтанудан 30 минут бұрын 1 ас қасықтан қабылдау керек. Күніне осылайша 3 рет қабылдаған дұрыс. Сонымен қатар арықтауды тездеткіңіз келсе, ашы жусанға түймешетен, итшомырт шөптерін қосуға болады. Бұдан бөлек ашы жусан өсімдігіне зығыр дәндерін қосып, тұнба жасасаңыз да семіздіктен құтыла аласыз. Қара жаңғақ. Қара жаңғақ құрамы жағынан грек жаңғағына өте ұқсас. Дегенмен, екі жаңғақтың да өзіне тән қасиеттері бар. Қара жаңғақты өте күшті құрттарды жоятын юглон компоненті бар. Сондай-ақ оның микробтармен күресетінін де естеріңізге сала кетейік. Грек жаңғағына қарағанда юглон заты қара жаңғақтың құрамында 3-4 есеге көбірек екен. Осылай пайдалы заттарға бай құрамының арқасында қара жаңғақ өте бағалы саналады. Іштегі паразиттерді жойып, артық салмақтан арылуға септігін тигізеді. Орегано майы. Бұл майды көбіне етке, көкөністен дайындалған тағамдарға,
демдеуіш ретінде пайдаланады. Дегенмен, оның паразиттерге қарсы күші өте керемет. Бактериялар мен іштегі құрттарды карвакрол затының көмегімен жойып, олардың тірі қалуына мүмкіндік бермейді. Іштегі құрттардан арылу арықтауға жасаған бірінші қадамым деп біліңіз. Ары қарай салмақ жоғалту қиынға соқпайды. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Пайдаланып көріңіздер, ем болсын, ауырмаңыздар.